Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату. Қыздар, қайтадан кірдім, жаңа эфирден шығып кеттім мен, потому что тарихты переподключаться етем деген кезде эфирден шығып кетті. Кешірім сұраймын. Қайтадан бастайықшы, қыздар. Так, бисмилля рахман рахим. Алла тағала менің тілімнің күрмеуін шешіп, сіздерге екі дүниелеріңізге қайырлы білім беруді нәсіп етсін. Интенсивіміздің бірінші күнін бастаймыз. 3 күндік интенсив. Иншалла, осы 3 күнде нағыз екі дүниелеріңізге қайырлы білім беруді Алла тағала нәсіп етсін. Салауат айтып отырайық, өйткені Аллахтың есімі аталған жерде, пайғамбарымызға салауат айтылған жерге, саллаллаху алейхи уассалам, жерлерде періштелер болады, және біздің ниетімізді қабыл етеді. Ол жер берекелі болады, қыздар. Сол жерде білімде барлығы берекелі болады. Енді сабақты бастамас бұрын ниетімізді түсейік дедіге, әмде ниетімізді түсейік, себебі не үшін келгенімізді біз білмейтін болсақ, магазинге барып не үшін алады, не үшін магазинге келгенімізді білмей барлығын жиып теріп алып кететін сияқты, или ештемесіз шығатын сияқты, или бір пайдасыз дүниелер жиып алатынымыз сияқты, сабаққа келген кезде де конкретно бір ниетімізді дұрыстап қатыспайтын болсақ, дұрыс ештеме алмаймыз. Ниетімді туралағым келеді, ар жағымда біреуге доказать етем деген ниет бар. Әуелі ниетімді дұрыстағым келеді, машалла. Так, бисмилля, қыздар, мен бастайын онда. Ниетімізді әбден туралайық, Так, ниет. Ал, давайте, қыздар, ниеттен бастайық. Ниет деген не? Жалпы ниет деген Алла тағала не дейді? Сендердің ниеттеріңе қарай берем дейді. Библияда даже айтылады екен, я воздам вам по намерениям деп айтылады екен. Және де адам нені ниет етсе, соған жетеді деген дүние бар екен. Енді қыздар, қараңыздар. Кез келген істе ниет деген дүние өте маңызды. Бала табам десеңіздер де, іс істейм десеңіздер де, ыдыс жусаңыздар да, келін болып келінді қызмет атқарсаңыздар да, тіпті күйеуіміздің қасында түнде жатқан кезде де бізде Аллахтың разылығы үшін деген сондай ниет болу керек екен. Ойбай, күйеуімнен бір пайда тауып қалсам екен, осы күйеуім мені ғана жақсы көрсе екен, мені тыңдап, менің сөзімді ғана тыңдап, жаңа туыстарымен сөйлеспей қойса екен деген сондай бір дұрыс емес ниетпен жасайтын болсақ, біз онда берекесіз тірлігіміздің, өміріміздің берекесі кетеді. Сол үшін всегда ниет тек Аллахтың разылығы үшін болу керек. Яғни, Аллахым тек сенің разылығы үшін деген. Любой істі істейтін кезде, тіпті біреумен бір отношенияны выяснять ететін кезде, даже WhatsApp-пен бір күйеуіңізбен бірдемеге ұрсып қалып, соны былай сөйлесем десеңізде, даже WhatsApp-пен переписка кезінде де ең бірінші Аллахым, мен қазір күйеуіммен дұрыстап сөйлесіп, сенің разылығың үшін татуласам деп ниет ететін болсақ, Алла тағала өзі жәрдемші болады екен. Любой істі бастайтын кезде де Аллахтың сенің разылығың үшін деп бастауымыз керек. Біреуден барып кешірім сұрайық десек те, Аллахым сенің разылығың үшін. Білім алған кезде де барлығында ниет деген дүние өте маңызды, қыздар. Аллах разылығы үшін деп ниет ететін болсақ, Аллахтың разылығын аламыз. Онан кейін, қыздар, біз бір істі ниет етіп, бір жақсылық істі ниет етіп, мысалы, мен бай болып, миллиардер болсам миллиондап садақа берем деген даже ниет ететін болсақ, соның өзін Алла тағала как будто біз жасағандай қылып жазып қойды екен, представляете? Сол үшін всегда тек қана жақсы ниетте жүріңіздер. Мен байысам, анаған машина алып берер едім, мен байысам, жаңағы медресе салар едім, мен байысам, мешіт салар едім деген ниетпен байығымыз келетін болса, Алла тағала как будто біз байып, уже сол нәрселерді жалғандай қылып, бізге амал дәптерімізге жасағандай қылып, амал дәптерімізге жазып қояды екен, представляете? Ал егер адам бір жаман нәрсені ниет ететін болса, бірақ оны орындамайтын болса, онда Алла тағала оған жамандық жазбайды екен, представляете? То есть біз просто жасайым деп ниет етіп, оны жасай алмай қалсақ та, Алла тағала соны жасады деген ниет амал жазып қояды екен, представляете себе? Сол үшін всегда сіздердің ниеттеріңіз дұрыс болсын. Так, келесі тақырып қазір. Так, ойдың маңызы. Жалпы, қыздар, біз постоянно миымыздағы ойлармен алысып жүреміз. Постоянно біздің басымызда, миымызда ойлар жүреді. Неге кедей адамдар көп, бай адамдар аз? Себебі біздің басымызға күніне 100 мыңға дейін ой келіп кетеді екен, қыздар, представляете? И оның көбісі негатив ойлар екен. Себебі шайтан аузубилях біздің миымызға доступ алып алған, и ол всегда в первую очередь бізді бұзатын, бізді адамдармен ұрыстыратын, бізді Аллахтан алыстататын, бізді пессимизмге ұшырататын негатив ойларды салады екен, жаман ойларды салады екен, представляете? Енді неге бай адамдар аз? Себебі сол ойды контроль жасап
жасап, сол ойды всегда жаңалап, жақсы жаққа ауыстырып отыратын адамдар аз екен өмірде. Представляете, қыздар? Именно бай болып, байлыққа, табысқа жетіп жатқан адамдар, жеңімпаз адамдар, лидер адамдар осы ойын миына күніне 100 мың ой келіп жатады ғой, соны постоянно контроль жасап отыратын адамдар екен. Жалпы ми, қыздар, өте жалқау орган екен. Представляете, өте жалқау екен. Ол до такой степени жалқау, егер адам сол ойға, миға ерік беріп қоятын болса, ол жаңағы ойды арам шөп сияқты алып, соны жаңағыдей қаулатып өсіре береді екен. Сіз оймен жаман оймен, қыздар, жұмыс істеп керек емес екен. Жаман ой, оны сіз мысалы арам шөпті суармасаңыз да қаулап өсе береді ғой, көрінген жерге. Сол секілді жаман ой да солай екен. Ал адамда жақсы ой болу үшін оны гүл баптағандай егіп, суарып, кәдімгідей арам шөбін жұлып күту керек екен. Сосын біздің миымыз байлардық сияқты как бы мышленияда болу үшін, байлардық сияқты күшті идеяларды шығару үшін біз миымызды күнде шокировать етіп тұруымыз керек. Білесіздер ме, ол қалай? Мысалы, сіздер айтасыздар, сіздің эфиріңізге қатысқан кезде там сторизіңізден күшті инсайттар аламын дейсіздер, Представляете, сол инсайт деген миды шокировать ету екен. Представляете, мида жарылыстың болуы. Сол үшін біз үнемі бір жаңа, бізді таң қалдыратын, миға пища болатындай ақпараттарды білуге тырысуымыз керек екен. То есть всегда миымызға бір жаңадан ақпаратты кіргізіп алып, сол бір жақсы, бір пайдалы ойды айналдырып жүретін болсақ, біздің миымыз бізді жаңағыдай кедейлік мышленияға алып кетпейді екен, бізді құрдымға апарып жібермейді екен, бізді деградацияға ұшыратпайды екен. Түсінікті ме, қыздар? Сол үшін жақсы ойдың маңызы өте үлкен. Енді мен бүгін сіздерге барынша ризықты шектейтін, Аллах тағаланың берейін деп тұрған байлығын шектейтін іс-әрекеттер жайлы айтатын боламын. Бүгінгі сабақта, бірінші күннің сабағында ертең техникаларды беретін болам. Үшінші күні проработка жасаймыз, тағы да мотивациялық ақпараттар беретін болам. Хорошо, қыздар? Түсінікті ме осы жерге дейін? Давайте плюс қойып отырыңыздар, чтобы мен сіздерге бостан-босқа сөйлеп отырмағанымды білу үшін. Давайте, қыздар. Түсіндіңіз ғой, қыздар? То есть біз постоянно ел не дейді деп елдің басындағы оймен алысқанша біз өзіміздің бойымыздағы ойды контрольда ұстап, сонымен жұмыс жасап жүруіміз керек екен. Плюс, молодец, Гүлдина, вот, молодец. Мико, молодец. Айгуля, Жайна, Раушан, Құралай, молодцы, қыздар. Қыздар, естеріңізде болсын, осы интенсивке белсенді қатысып, жақсы нәтиже шығарған қыздарға мен тағы да өзімнің бір сабағымды сыйға беретін боламын. Хорошо? Алла күлі, Раушан, Салтанат, Алланың құлы, Ұлжан, машалла, молодцы, қыздар. Өте қуанып отырмын сіздерге түсінікті болып жатқанына, потому что сіздер маған кері байланыс жасап берген кезде бұл маған мотивация, дұрыс жолмен келе жатсың деген знак. Так, түсінікті ғой, қыздар? Енді келесі. Енді мен сіздерге Аллах тағаланың ырзығын шектейтін нәрселер жайлы айтатын боламын. То есть Аллах тағала бізге күнде күн сәулесін аспаннан төккен сияқты ырзықты төгеді екен, представляете? Бірақ та, мысалы, осыны бөлмені қарасақ, мысалы, перде егерде толығымен жабылып тұрса, күннің сәулесі үйге кірмейді. Сол секілді біз өзіміз бір іс-әрекеттерімізбен солай бөлменің пердесін тұмшалап алады екенбіз де, сырттағы жаңа күннің сәулесі сияқты біздің ырзығымыз бізге келмейді екен. Представляете, біздің табалдырығымыздан қайтып кететін сондай дүниелер бар екен. Мысалы, ырзық дегенді біз егерде радио волна сияқты қарайтын болсақ, мысалы, радио FM, радио NS сияқты, Алла тағала сол ырзықты былай жер бетіне таратады екен де, соны дұрыс емес әрекеттермен, дұрыс емес оймен адамдар сол ырзықты волнаны бүйтіп ұстап қалудың орнына, волна бүйтіп, мысалы кейде актив бір подвалға түскен кезде тартпай қалады ғой, актив, білмеймін, радиолар кейде подвалға түскен кезде тартпай қалады ғой, сеть тартпай қалады дейді, или Wi-Fi тартпай қалады. Сол секілді қыздар, немесе мысалы қараңыздар, просто элементарный дүние айтайыншы. Мысалы, мен қазір Wi-Fi-мен отырмын, Wi-Fi-ды бүкіл үйге таратып отырмыз, Егер де мен подвалға түсіп кететін болсам, немесе білмеймін, басқа бір далаға шығып кететін болсам, Wi-Fi тартпай қалады, мен телефонымда, интернет істемей қалады,
сол секілді Аллах тағала ырзықты берген кезде өздері сөйтіп подвалға түсіп кететін, дұрыс емес әрекет ететін, немесе сол ырзықтың шеңберінен шығып кететін адамдар бар екен. Өздерінің дұрыс емес әрекеттерімен сол ана Wi-Fi-ды, ырзықты лавить ете алмайды, қабылдай алмай өзінен өткізіп алатын адамдар бар екен. Так, қазір енді мен сол жайлы айтып бастаймын. Қыздар, өте мұқият болыңыздар, бұл тақырыптар өте маңызды. Ручка дәптерлеріңіз бар болса, соны түртіп алып отырыңыздар. Так, ең бірінші, ең дұрыс емес ниет ол өзгенің қалтасын аңду екен. Представляете, қыздар? Когда біз біреудің ақшасын санаймыз, так, мысалы, мен бүгін марафон жүргізіп отырмын ба, интенсив, кейбір адамдар болуы мүмкін, так, мына кісінің сабағына осыншама адам қатысып жатыр, так, оны осыншаға көбейткен кезде, ол осынша ақша тауып жатыр деп, менің тауып жатқан пайдамды есептейтін болсаңыздар, онда сіздер не істедіңіздер? Аллах тағаланың есебіне кірістіңіздер деген сөз. Сен анаған анша беріп жатсың, неге маған мынша бермейсің деген уже ойлар кетеді, қыздар. Түсінікті ме? Яғни біз, когда біреудің қалтасын аңдаймыз, біреудің ақшасын санаймыз, или бүйтіп айтатындар бар. Осы әншілер ауыздарын жыбырлатып, бір тойға барып миллион алады, или той басқаратындар бәленбай миллион алады деп, солардың ақшасын санайтын болсақ, біз не істедік деген сөз? Аллахтың есебіне кірістік деген сөз. Аллахтың бухгалтериясына кірістік деген сөз. Ол не? Ол гордыня. Алла тағаланың есебіне кіріскен кезде, біреудің қалтасын санаған кезде, естественно, біздің миымыз мына жақта өзіміздің қалтамызға жұмыс жасамайды. Біз не істедік? Біз тәкаппарландық, біздің ырзығымыз шектелді, біздің сынағымыз көбейді. Түсінді ме, қыздар? Түсінікті ме? Сол себептен осыдан былай, ойбай анау аз жұмыс істеп көп ақша тапты, ойбай анау деген жаңағы түк бітірмей-ақ байып жатыр, немесе анау андай жолмен байып жатыр, мынандай жолмен байып жатыр деп ешкімді сөкпейміз. Өзіміздің әрекетімізді жасаймыз, өзіміздің ырзығымызды контроль жасаймыз, болды, өзіміздің ойымызды контроль жасаймыз. Түсінікті ме, қыздар? Потому что әркім өзінің өмірін жөндеу керек, өзінің тауып жатқан дүниесін жөндеу керек. Так, енді келесі ырзықты шектейтін дүние, мына жерде Аллахтың есебіне кіріспеу жайлы айттым. Аллах өзі біледі, кімге қанша береді, қалай береді, қай уақытта береді. Содан кейін келесі ырзықты шектейтін дүние ол нәтижеге фокус қою, әрекетке емес. Нәтижеге фокус қою деген ол қалай? Әрекетке емес. То есть, мысалы, сіз Алматыдан шықтыңыз Шымкентке, Шымкентке кетіп бара жатсыз, сіз рульға қарамайсыз, есіл-дертіңіз Шымкент қайда деп алда қарап отырсыз, не істейсіз? Сіз авария боласыз, қыздар. Авария боласыз, немесе жаңағыдай былай істесеңіз, екі машина қатар келе жатыр, жаңағыдай сіз өзіңіздің руліңізге қарамайсыз, ананың руліне қарап отырсыз, ананың жолына қарап отырсыз. Не істейсіз? Авария боласыз, или жол ортада қалып қаласыз, әрекетке фокус қою керек екен, қыздар. Әрекетке фокус қою деген, мысалы, сіз кетіп бара жатсыз ба, сіз руліңізге қарайсыз, істеп атқан тірлігіңізге қарайсыз, каждый істеп атқан шағыңызда ниетіңізге қарайсыз. Сонан кейін айналаңызда болып жатқан дүниелерге қалай? Мысалы, сіз кетіп бара жатсыз ба, жолда тоғайлар өсіп тұр ма, машалла, тоғайлар қандай әдемі, күн шығып тұр ма, күн қандай әдемі деп шүкіршілікпен, сондай бір жақсы көңіл күймен жүріп бара жатқаныңыз қарайсыздар. Ал егер сіз өзіңізге здесь и сейчас болмай, есіл-дертіңіз жаңағыдай ертеңгі күн, немесе болашақты ойлап, жетем бе, жетпеймін бе, бола ма, болмай ма, қайда өзі қашан жетем дей беретін болсақ, біз не істейміз? Энергиямызды жоғалтамыз. То есть біз мына қыздар, мен мына жерге ырзықты шектейтін теріс әрекеттер жайлы жазып жатырмын. То есть мына дүниені істемеңіздер деген сөз. Мына дүниелерді жасамаңыздар. Нәтижеге фокус қоймаймыз, әрекетке фокус қою керек. Түсінікті ме? Түсінікті ме, қыздар? То есть каждый шақтарыңызға фокус қойыңыздар. Здесь и сейчас болыңыздар. Каждый қадамдарыңызды аңдап басыңыздар. То есть аяқтарыңыздың астына мұқият болыңыздар. Аспанға қарап, жаңағыдай ойбай магазин қайда, ойбай анау қайда, мынау қайда деп бара жатып шалынбаңыздар. Қыздар, слайд қате емес, пожалуйста, мені жөндемеңіздер, не перебивайте меня. Түсінікті ме? Ырзықты шектейтін әрекеттер жайлы айтып жатырмын. Нәтижеге фокус қою қате, әрекетке фокус қою керек. Әрекетке, әрбір әрекетке. Мені тыңдаңыздар. Түсінікті ме, қыздар? Так. Келесі.
Так, қыздар, қараңыздар. Визуализация жасау қате. Визуализация жасауға болмайды. Ол қалай? Көп батыс психологтары визуализация жайлы айтады. Мысалы, менің крышасы қоңыр, там терезесі мына жаққа қараған, там воротасы көк үйім болса ғой деп, иә? Түсінікті ме, қыздар? Сондай бір визуализация жасайды. Шын мәнінде ол қате екен. Өйткені мынандай дүние бар. Сендер қалаған дүние, сендерге ұнаған дүние сендер үшін қайырсыз болуы мүмкін. Бәлкім Алла тағала сізге крышасы көк, там терезесі 2 емес 5, терезесі мына жаққа емес тауға қараған бір күшті үйді берейін деп тұрған шығар, иә? Сіз не істедіңіз? Өзіңіздің пенделік санаңызбен визуализация жасаймын деп, Аллахтың берейін деп тұрған дүниесін шектеп қойдыңыз. Или бүйтіп айтады, мысалы, Алла тағала маған осы айда 5 миллион берші дейді. То есть опять бұл шектеу. Шын мәнінде, қыздар, кемі деп айтуымыз керек. Кемі 5 миллион, мысалы, машина сұрайтын болсақ, хайырлысын бер деп сұрауымыз керек. 2 дүниеме хайырлысын бер деп сұрауымыз керек. Сіз сұраған машина сіз үшін хайырсыз болуы мүмкін. Түсінікті ме, қыздар? Бұл жерде опять же Аллахтың есебіне кірісу. Оның кейін мысалы бір әйелдер айтады, ойбай, маған Алла тағала ұл берші дейді. Бірақ Аллах тағала ұлдан хайыр бере ме, қыздан хайыр бере ме, оны біз білмейміз, е. Сондықтан да визуализация жасау қате, қыздар. Аллах тағаладан хайырлысын сұраймыз. Не берсең де хайырмен бер деп сұраймыз. Түсінікті ме? Сосын кемі деп сұраймыз. Кемі 5 миллион айына берші. Кемі 10 миллион айына берші деп кемі. Бәлкім сіз мысалы 2 миллион сұрауыңыз мүмкін, Алла тағала сізге 5 миллион берейін деп тұруы мүмкін. Сіз өзіңіздің пенделік санаңызбен Аллахтың берейін деп тұрған ырзығын шектеп алуыңыз мүмкін. Сондықтан да визуализация жасау қате. Түсінікті ме? Визуализацияны дұрыстап жасаңыздар. Хайырлысын сұраңыздар всегда. Так, келесі слайд. Өзіңе, ісіңе сенбеу. Өзіңе сенбеу, ісіңе сенбеу. Бұл да біздің ырзығымызды шектейтін әрекет. Когда сіз өзіңіздің істеп жатқан дүниеңізге сенбейсіз, өзіңізге сенбейсіз. Құранда мынандай бір аят бар екен. Мүміндерге жәрдемдесу біздің міндетіміз деп Алла тағала өз уәде берген екен. Мүмин деген 2 түрлі болады екен. Дінде мүмин, яғни Аллахқа сенетін мүмин, және де өзінің ісіне сенетін мүмин. Представляете, қыздар? Енді қараңыз. Сіз мысалы бір істі бастайын деп жатырсыз, киім сатайын деп жатырсыз, мысалы. Бірақ сіздің ішіңізде сопротивление бар. Осыны бастасам бекен, бастамасам бекен, істесем бекен, істемесем бекен, осы вообще керек па, керек емес пе, пайдалы ма, пайдалы емес пе деген постоянно сомнение болатын болса, ісіңізге сенбейтін болсаңыз, және де өзіңіздің сол істі алып кететіңізге сенбейтін болсаңыз, онда Аллах та сізге жәрдемдеспейді екен. Алла тағала жәрдемдеседі екен өзінің ісіне сенімді адамға. Қараңыздар, қыздар. 2 түрлі дәнді жерге себетін болсақ, бір ғана топыраққа түскен, бірдей топыраққа түскен, тура бір жерге топыраққа түскен 2 түрлі дән 2 түрлі жеміс береді. Біреу сол топырақта шіріп кетуі мүмкін, екінші дән жеміс беруі мүмкін. Оның себебі неде деп ойлайсыздар? Қараңыздар, қыздар. Неде деп ойлайсыздар? Неге бір дән өсті, бір дән шіріп кетті? Бір дән шіріп кетті, бір дән өсті. Не себепті? Қалай ойлайсыздар? Екеуі де бірдей топырақта. Я курсаларда сондай болды, алайын ба жоқ па, керек па, керек емес. Вот сомнение, уже сомнение, ол дұрыс емес, қыздар. Сенімді болып алу керек. Сұрақ, қыздар, давайте, 2 түрлі дәнді біз себеміз жерге, біреу шіріп кетеді, бірақ біреу жеміс береді. Екеуінде де бірдей минерал, екеуі бірдей суғарылады. Ниетте, машалла. Сенім, машалла. Жазыңыздар. Я. Сенімде. Я, сенімде, машалла. Оказывается, қыздар, қараңыздар. Қараңыздар, қыздар. Мына дәннің ДНК-сына байланысты екен. Мына 2 дәннің ДНК-сы қандай? Яғни 2 дән қандай өнімнің ұрпағы. Түсіндіңіздер ме?
Сол секілді, қараңыздаршы қыздар, егерде ДНК-сы мықты дәнді екі дәнді сепкен кезде мына ДНК-сы мықты дән бар ғой қыздар, иә? Соған Алла тағала мына топырақтағы бүкіл минерал, бүкіл суды тартады екен. ДНК-сы мықты дәнге. Сол секілді адамдар екі түрлі болады. Біреу сенімді, біреу сенімсіз. Егер адам сенімсіз болып бастаса, ол басын бастайды, сол жерде шып қалады екен. Ал екіншіден сенімді болғандықтан, екінші адам сенімді болғандықтан, Алла тағала оның ниетіне қарай, ол неге сенді? Өзіне сенді, сосын Аллахқа сенді. Алла тағала оның ниетіне қарай, ол мысалы бітіп іс бастады. Так, мен бай боламын, медресе салам деп іс бастады ма? Алла тағала соның ниетіне қарай өмірдегі бүкіл возможность, бүкіл ресурсты осы адам арқылы өткізіп қояды екен. Представляете, қыздар? Түсіндіңіздер ме? Мысалы, мен өзімнен мысал келтірейін, мен мысал келтіріп айтқан жақсы көремін. Мен осы 1997 жыл мен 2002-ның арасында мен СТИ-да экономист мамандығын оқыдым. Бірақ менде экономист болам деген ниет мүлдем болған жоқ. Просто мамам айтты, оқу бітірдің, оқуға түсу керек деді. Сол кезде жаңағыдай престижный оқу экономист болды. Бірақ менің ішімде желание болған жоқ. Я не горела быть экономистом. Просто қайсы мамандық престижный, 5-пен бітірдім, түсу керек болды, мен түсе салдым. 5 жыл мен жаңағы шіріген дән сияқты топырақта жаттым шеге. Оқып шықтым, бірақ мен жеміс бермедім, қыздар. Ешқандай мен экономист болған жоқпын. Кем я только не работала, только не экономистом. Жаңағы менің дипломым дәнім бермеді, жемісім бермеді. Енді бәленбай жылдан кейін, осыдан 5 жыл бұрын мен істедім, психолог болам деп шештім. Потому что ол менің истинный желанием болды. Мен қатты психолог болғым келді. Мен оқыдым, барынша оқыдым. Алла тағала менің ниетімді көрді де, енді мен істеп жатырмын. Ниетімнің мықтығынан Алла тағала маған көмектесіп, мен сіздердің алдарыңызда отырмын, иә, мен жемісін жеп жатырмын. Түсінікті ме, қыздар? То есть адам қатты қалаған кезде және де өзінің ісіне сеніп әрекет еткен кезде ғана Алла тағала оған жәрдемдеседі екен, представляете, қыздар? Ал егер бастайын ба, бастамайын ба, істейін ба, істемей ақ қойын ба, ой, там жаңағы, білмеймін, анау айтып еді, көр деп, содан кейін көре салдым деген, бастаған кезде сенімсіздік болатын болса, қыздар, оның жемісі болмайды екен, представляете? Вот, түсінікті ме? Түсінікті болса, тағы да плюс қойыңыздар. Мен сіздерді бүгін енді өстіп кішкене не істеймін, цирклейтін болам. Түсінікті ме деп. Потому что мен сіздердің осы интенсивке келген кезде ақшаларыңыздың ақталғанын қалаймын. Сіздерге барынша түсінікті болғанын қалаймын. Түсінікті ме, қыздар? Менің де диплом жеміс бермеді, қалап тұрып оқыман. Вот, видите, қыздар? То есть кез келген істі шынайы ниетпен қатты қалап бастау керек екен, прямо горит надо желанием. Вот сол кезде Алла тағала өзі көмектеседі екен. Бүкіл возможность, бүкіл ресурсты сіз арқылы өткізіп қояды екен, представляете? Так, молодцы, қыздар, умнички. умнички, давайте. Так, келесі слайд. Келесі слайд. Алладан өзгеден дәмету. Осы хадисті барлығымыз білеміз, иә, қыздар? Постоянно айтып жүрмін, иә? Адам Аллахтан өзгеден дәмететін болса, Аллах тағала оған кедейліктің 70 есігін ашып қояды. То есть, біздің бай болмайтын себебіміз, біз Аллахтан дәметпейміз. Біз бай туысымыздан дәметеміз, біз бастықтан дәметеміз, біз банктен дәметеміз, біз кредиттен дәметеміз, біз анадан дәметеміз, мынадан дәметеміз. Даже сіз жұмыс істеп, жалақыңызды алған күннің өзінде де сізге сол жалақыны беріп жатқан Алла тағала екен түсінулеріңіз керек. Мықты инсайттар болып жатыр, машалла. Түсінікті ме, қыздар? То есть біз қандай да дүниені Аллахтан күтуіміз керек. Рызықты, берекені, табысты, осы дүниеде барлығын Аллах береді. Түсінікті ме, қыздар? Екенін болды экономист болуға, бірақ жеміс бермеді. Қыздар, бұл жерде, видимо, сізде мышление дұрыс болмаған, ниет қатты болмаған, әрекет дұрыс болмаған.
Адамнан емес, Алладан сұратып. Бізде неге көп адамдар кредит пен қарыздан шықпайды? Неге? Потому что бір рет қарыз алды, бір рет кредит алды, екі рет кредит алды, екі рет қарыз алды. Оның миы уже әбден соған жатып алған да. Уже келесі жол кішкене қиналып баратса, кредит ала салам, қарыз ала салам, ретке ала салам, рассрочкаға ала салам деп, уже не істейді? Аллахқа серік қосады қыздар. Ширк деген күнәні жасап қояды. Алла берет, әрекет етсем деп ойламайды. Просто қиналмай кредит ала салсам, қиналмай барып анадан сұрай салсам қарызға деп, уже Аллахтан емес, ниетті уже басқадан күтеді. Сонан кейін Алла тағала оны не істейді? Кредитқа тәуелді қояды, рассрочкаға тәуелді қояды, қарызға батырып қояды. Пока ол Алладан ғана күтіп, өзі әрекет етіп, өзіне сенімді болып үйренбейінше. Түсінікті ме қыздар? Енді біз нәтижені, рызықты, байлықты кімнен күтетін боламыз? Тек бір Аллахтан күтетін боламыз. Мысалы, мына сабақтың нәтижесін беретін мен емес, Алла тағала. Сіздер ниет еткендеріңізге қарай. Түсінікті ме қыздар? Күйеуімді әрең дегенде микрокредиттен шығардым ғой, психологияға жатып алғансың дейді. Альхамдулилля, шығарғаныңыз молодец. Енді оның мышлениясын өзгерту керек. Аллахтан ғана күт. Ниет етсең, әрекет етсең, Аллах береді. Кредитсіз де өмір сүруге болады, қарсыз да өмір сүруге болады. Біз Алла тағала біз неге сенсек, соны береткен ғой. Аллах өзі айтады, сендер мен жайлы не ойласаңдар, мен сондаймын дейді. Егер біз Аллах байытушы, Аллах ешкімге мұқтаж еткізбей өмір сүргізуші, Аллах рызық беруші, береке беруші деп ойлайтын болсақ, қыздар, Аллах мейірімді, Аллах рахымды деп ойлайтын болсақ, Аллах мейірімін көрсетеді екен. Егер де біз Аллах жазалаушы, Аллах сараң, Аллах қинаушы деп ойлайтын болсақ, онда біз тек қиындықты көреміз. Онан кейін қыздар, мынандай дүние бар. Кейбір адамдар Алла тағаланы тек қана ауырған кезде еске алады. Представляете, қыздар? Адам Аллахты тек қана ауырған кезде еске алатын болса, Алла тағала оны ауру жібере береді екен. Егер де адам Алла тағаланы күйеуімен проблема болған кезде ғана еске алатын болса, Алла тағала ол адамға күйеуімен проблема жібере береді екен. Егер де Алла тағаланы адамдар жаңағыдай кедейлікте ғана еске алатын болса, онда Алла тағала ол адамдарға кедейлікті ғана жібере береді екен. Представляете? Не үшін? Себебі адамдар тек сол кезде ғана Аллахты еске алатын үшін. То есть мені басқа жағдайда сендер еске алмайды екенсіңдер. Ондай болса, давай күйеуіңмен проблема жіберейін сен мен еске алу үшін, денсаулығыңмен проблема жіберейін сен еске алу үшін деп. Мысалы, бір байқайсыздар ма, бір әйелдер болады, кешкеден ауруларын айтады. Қашан көрсең ауырып жүреді, басым ауырды, ана жерім ауырды, міне жерім ауырды. Сөйтіп қиналған кезде ғана Алласынан дұғасын тілеп, жет желпегін пысырып жүретін адамдар бар, Или жаман түс көрген кезде ғана Аллахты еске алып, жаңағыдай Құран бағыштайтын адамдар бар, Немесе білмеймін, өмірінде бір қиыншылық болып тығырыққа тірелген кезде ғана Аллахты еске алатын адамдар бар, Сол да дұрыс емес ниет. То есть біз егер де тек қана Аллахты қиыншылықта еске алатын болсақ, онда Алла тағала бізге қиындықтар жіберіп қояды. Сол үшін біз всегда Аллах тағаланы жақсылықта еске алуымыз керек екен. Сонда Алла тағала бізге үнемі жақсылықтар жіберіп тұрады екен. Мына құлым мені еске алу үшін жақсылық болу керек екен ғой деп. Егер де жамандықты ғана еске алатын болса, Алла айтады екен, мына құлым мені тек қана қиналғанда еске алады екен ғой, онда қиналдыра берейін мен еске алып тұру үшін деп. Представляете? Так что, қыздар, жақсы ойда боламыз, Аллахтан жақсы нәрселер күтеміз, тек Аллахтан күтеміз. Түсінікті ме, қыздар? Аллахты қуанғанда еске аламыз, көп шүкір етеміз. Тек қана проблема болған кезде ғана күйеуі изменять еткен кезде ғана намаз оқып кететін әйелдер бар. Білмеймін, Құран оқып сөйтіп кететін әйелдер бар. Прям тақуа болып. И сосын айтады да, вот мен Құран оқысам да, намаз оқысам да, Аллахқа құлшылық етіп зікір етсем де, мен күйеуім өзгермей жатыр ғой дейді. Потому что сенің ниетің сол болып тұр да, сен тек қана Аллахты қиналған кезде ғана еске алып тұрсың. Сені басқа уақытта Алланы есіңе алу невозможно да, Алланы еске алу. Вот Алла тағала сені жақсы көреді ғой. Сенің үнемі оны ойлап жүргеніңді, Аллахты еске алып жүргеніңді, оған құл болғаныңды қалайды. Сол үшін не істейді? Ниетіңе қарай сол проблемаларды жібере береді.
егер күні бойы Аллах көруші деп ойлап зікір айтып жүрсем, сонда қалай мен жалғыз емеспін, қасында Алла бар деп жүрмін? Иә, дұрыс. Тек қана Аллах көруші деп қана емес, Аллах байытушы, Аллах рахымды, Аллах мейірімді деп қосып айтсаңызшы. Бір есіммен ғана шектеп қалмаңыздар. Және де оны тек қана айта бермеу керек, ол есімді. Оған амал ету керек, қыздар. Аллах көріп тұр деп, мысалы, Аллах көруші деген есімге амал еткіңіз келсе, Аллах көріп тұр деп әрбір істе шынайы болу керек, әрбір істе байқау керек. Түсінді ме? Әрбір істе адал болу керек. Прям Алла тағала қасыңызда действительно көріп тұрғандай нәрсе істеуіңіз керек. Күшті айтып жатсыз дейді жандарым сол. Алланың есімімен ұйықтап, Алланың есімімен оянуымыз керек. Сосын қыздар қараңыздар, адам жоқ, коммент тұрсын, кері байланыспен айтып отырған жақсы, түсінікті маған. Потому что мен сіздермен кері байланыс ала алмай қалсам, мен жаңағыдай ойымды аша алмай қаламын. Сонан кейін қыздар, иә, зікір мен салауатты көп айту керек, Аллахты көп еске алу керек. Сонан кейін біз ұйықтап бара жатқан кезде шүкіршілік атып ұйықтауымыз керек екен. Аллахтың бір мысалы Алла тағала деп, Алла тағала бүгін осындай бір күшті бір күн бергеніне шүкір, Алла тағала бала шағам дені сау болғанына шүкір, Алла тағала бүгін осындай күшті білім бергеніне шүкір деп бір жақсы бір шүкіршілікпен ұйықтайтын болсақ, біздің миымыз түні бойы соны қорытып жатады екен. Представляете, қыздар? Түні бойы сол ойды біздің миымыз жеп қорытып жатады екен, кеміріп жатады екен де. Ертең тұрған кезде сіздің фокусыңыз сол жақсылыққа қарай ауып тұрады екен. Мысалы, адам жатқан кезде проблеманы вы религиовед или не психолог, а если атеист. Девочки, если вы не верите Аллахқа, ондай болса, можете шығып кетуге. Просто смотрите, бірінші күні я как психолог в исламе буду вещать. Қазақша айтайын, сіз тыңдап отырсыз қазақша. Мен психолог в исламе ретінде ырзықты шектейтін дүниелерді ислам шеңберінде айтатын боламын. Түсінікті ме? Екінші күні реальный научный техникаларды айтатын боламын. Түсінікті ме? Если бұл нәрсе мен күткендей болмады, мен Аллахқа сенбеймін десеңіз, пожалуйста, жекеге шығыңыз, мен сіздің ақшаңызды қайтарып беремін. Бірақ тек сізге ғана, басқаларға қайтармаймын. Екінші күні техникаларды айтамын научный жағынан. Үшінші күні мен проработка жасайтын боламын. Так, қыздар, давайте. Так, не айтып аттым, қыздар? Вот меня перебили. Қыздар, сонан кейін қараңыздар. Егер де, байқайсыздар ма? Егер де сіздер бір негатив оймен ұйықтайтын болсаңыздар, біреумен ұрысып қалдыңыздар, сіздер сонымен ұйықтап қалатын болсаңыздар, жағымсыз түс көресіздер, ертеңінде денелеріңіз быт-шыт болып тұрады. Және де ертеңгі күні сіздер тағы да сол ойды ойлап тұрасыздар. Түсінікті ме? Так, келесі.